Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біз каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Орал-Атырау тас жолында жол апаты. Bir бала мен 2 ересек адам қаза тапты. 20 қаңтар күні сағат 17:00 шамасында Самал ауылының маңында ірі жол апаты болды. Оқиға салдарынан bir бала мен 2 ересек адам қаза тапты деп хабарлайды Айқын.кз. Мазда жеңіл көлігінің 41 жастағы жүргізушісі қандай да бір себептермен қарсы жолаққа өтіп кетіп, жүк көлігімен соқтығысқан. Мазда көлігінің жүргізушісі мен 2 жолаушысы оқиға орнында көз жұмды. Қаза тапқандардың арасында 40 жастағы әйел мен 12 жастағы бала бар. Тағы 15 жастағы жасөспірім ауруханаға жеткізілген. Олардың бәрі Өзбекстаннан деп жазды аймақтық Мой город сайты. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.